Ağa, қалайша лоянды Сүнжанға беріп, өзіңіз Дұңжоны қуасыз. Жүрек қалмаңызды ма? Көктілімаңызды ма? Көктілімаңызды. Зоған, күйді, бегі, көттің ма? Қос етпейміз. Ол амай сек, тұқшалар ені ексірге келеміз. Тойлар, біз татандар, қанырайынан кеміне, сен дуам баса, немесе кенюлан басали оғатым бе, сонан өтірге ғылаймыз. Не бар? Мұрасы бар. Айша Сүнжан, о мұрасы ғырым барсыз. Мен солай десем, ол болады. Тыңда, жауға таяған соң құлшынып соғысуын қажетсіз. Шеп құрып, үрей тудырып, айбар көрсетіп, Силиян қолының зәресін зәртіміне кетір. Ал сайыс басталғанда Лүйбумен белдеспе. Дұңжоның басын аламын деп те әуре болма. Тек басып кіріп, көктің ұлын алып шықсаң болды. Ләппәй, көт! Көпті бұла. Менің маңдайым тайқы. Жер бетінде менен сор маңдай адам жоқ. Доңғылақтың астында тапталып жатқан қурайман. Жарға біткен шермен көрініп. Ұлыған патшалығын құтқарам деп, бала шағамды тастап, Силияңнан сарайға келдім. 6 жылдан бері күндіз күлкі түнде ұйқы көрмей, жүрек қанымда сарға жұмсадым ғой. Сонда менің көрген жақсылығым не? А? Соның қарымшысына сарайдағы вәзір сұлтандардың қақарына қалдым. Кіндік жазықтағы бек біткен маған аузым басты. Қастандық пен қаскүнендіктен көз ашпадым. Барлық адам жон терімді сылап, етімді жеуге де сұқтанып жүр. Енді тықсыра істіктің үшіне шаншыды. Жер бетінде менен сорлы жан жоқ шығар-ау. Солай ма, айтыңызшы көктің ұлау. Мен жүрек сөзімді айтып отырмын, а? Менің жар дегенде жалғыз жақыным өзің. Есіңізде болсын, сізді осы орынға отырғызған мен болатынмын. Осы орынға отырғызған екем, ендеше қайтадан түсіре аламын. Мен сізге адалмын. Сіз де маған адал болуыңыз керек. Айтыңызшы, солай шығар деймін. А? Өкілеке, қарақшы осың келіп қалды. Саспаңдар. Личек осы саңғындар, олардың алдын тосады. Фыңжен, кеп патшаны құрға. Ләппәй. Атыңдар!
Бикеш қамықпа, мен бармын. Саңғын, абайлан. Ой! Есіңде болсын. Мен болады екенмін, саған қауіп жоқ. Саңғын. Дәужан! Саңғын. Саңғын. Қолыңды әкел! Саңғын. Саңғын. Ой! Дәужан! Дәужан! Дәужан Бикеш! Дәужан Бикеш! Дәужан! Дәужан! Құтқарғанымыз қарақ кетті, Бикеш. Мынау не? Мен сенатын төтем. Самырық неврана. Саңғын. Ем, байқаңыз. Дәужан! Бикеш! Өкіләке. Қарғам, аман қалдың ба? Амамын. Жарайды. Жамылып алғаның не? Бұл самұрық нирвана. Шаттық сарайы. Хан сарайына өрт кетіп, шаттық сарайы жұқанаға айланды. Өтірік айтасың. Әке, қарақшылар қашқанмен бізге қаңғырған қалағана қалыпты. Хан сарайы не деген үлкен? 10 жыл бұрын туған болсам, осында келіп ойнайды екенмін. Сүнчуен. Сүнса. Дүңжо қарақшы ел ордада бүлік салып. 400 жылдық тарихы бар ұлы хан патшалығының күлін көк күш орды. Ұлы хан патшалығының маңдайына жазған осы болды. Ем, қараңшы.
Ем. Мына Улы хан патшалығының қастас таңбасы. Мирас таңба? Бала кезімде әкем, осы елдің мирас таңбасына Тәңірдің жарлығымен мәңгі гүлденеді деген жазу жазылған деп айтып отыратын. Чөнчу дәуірінде Бенхі Жеңшәннен қастасын теріп жүріп, алтын самұрықтың көктастың үстінде сайрап отырғанын көреді. Сонан әлгі көктасты жарып, ішінен ерекше әдемі қастасын алып, оны Чубектігінің ханына тарту еткен екен. Кен хандық алты бектікті талқандаған соң, осы қастасы Чин патшалығының қолына түседі. Бас уәзір Лисі тасқа жаңағы жазуды ойып түсіріпті. Чин патшасы мұны елдің мирас таңбасы болсын, ұрпақтан ұрпаққа жалғассын деп тілеген екен. Ем, қараңызшы, мынау соның дәл өзі. Чыңпу көке дұрыс айтады. Әке, мұны мен де білемін. Айтшы ғане. Чин патшасы еңжің мирас таңбаға ие болған соң, таңба ұрпақтан ұрпаққа жалғаспаған. Екі ұрпаққа ғана жалғасып, озбыр Чин патшалығы күйреген. Кейін Гаузу патшамыз аспан астын бірлікке келтіріп, Улы хан патшалығын құрды. Мирас таңба Гаузудың қолына өткен соң, 15 ұрпақ патшалыққа жалғасқан. Жүзнеше жылдың алдында, Уаңмаң опасыздық жасағанда, Сяоян патшайым осы таңбамен сатқынды бұрғанда, бір бұршы сынық балады. Кейін шеберлер оны алтынмен қаптапты. Інім, сен мұны қайдан білесің? Білуге тиіспін. Ем, Тәңірім осы таңбаны сізге сыйлап отыр. Мәртебеңіздің биіктейтіні хақ. Әке, патша болатын болдыңыз. Аға, мұның бақ боларын, сорбаларын кім біледі? Албат сөйлеме. Аға, ұмыттың ба? Чин патшасы ұрпақтан ұрпаққа жалғасын дегенде, екі ақ ұрпаққа жалғасып, Чин патшалығы күйреді. Жаба аузыңды. Чыңпу, Барман. қосынға жарлығымды жеткіз. Дереу қамдансын. Ертең таңертең өзеннің шығысына қайтамыз. Ләббәй. Мәлімет! Мәлімет! Ем! Ян басалқа одақтас қолды бастап қалаға таяқ болды. Олар не қылмақшы? Марқұм патшаларым, аруақтарыңызға бас ұрып келіп тұрмын. Тұңжо қарақшы патша сарайын арамдап, бұтқаналарды күйретіп, патша тағын аяқ астетті. Қан тегін болсам да, қарақшын аластап, еңбек сіңір алмадым. Жерімді қорғап, елге тыныштық орнатуда қолымдан келмеді. Өкінішті ақ. Ата-бабамның аруақ алдында ұяттымын. Аға, бір-екі ауыз айтсаңыз болды емес пе? Марқұм патшалар ести ме жоқ па, кім біледі? Мен ата-бабамның алдында серт етемін. Қалған өмірімді
Сатқын қарақшылар даластап, аспан астын тыныштандырып, бұтқаналарды қалпына келтіріп, патша әулетін гүлдендіремін. Жөнді туыс. Юаншаудың қайда екенін білесің бе? Марапат сарайында Сүнjanға қонағасы беріп жатыр деп естіп едім ғой. Менімен бірге оған жолығасың ба? Жарайды, барайын. Сынсаңғын, мархабат. Ай, маңды туыс сарайға оралдың ба? Жағдай қандай болды? Жеңіспен оралдың ба? Патшаны құтқар алдың ба? Жеңіске жете алмадым. Ойсырай жеңілдім, оның үстіне бас көтер алмастай болдым. Күндіз түн демей Дұңжоны өкшелей қуып едім. Синьяңда Лейбудың торуылына ұшырап, жасағымның жарымынан айырылдым. Сауқың атсаурым бермеген болса, мен Лейбудың қолында жазым болатын едім. Соғыста жеңілгеніңмен көзсіз ерлігіңнің өзі даңғыр емес пе? Солай ма? Ha! Ендеше менде жүрегімді сыздатқан сөзімді айтайын. Айт қане. Ер жігіт болсаң, қас түнемдік жасамауың керек еді. Сау. Бұл сенің не дегенің? Юаншау. Юан басалқа. Біз одақтасқалы Дұңжоны жоюдың ұраты 3 рет келіп еді. Алайда сол орайдан айырылып қалдыңдар. Бірінші, біз одақтасқан алғашқы кезде Дұңжо қамсыз отырғанда 5 бағыттан Лоянға шабуыл жасайық дедім, сендер тіл алмадыңдар. Екінші, Дұңжо бекінісінен енді ғана шыққанда мен атты жасақпен арты шебіне шабуыл жасайық деп өтіндім. Бектер пайда көздеп, мүддеге таласып, аңдысып, қағысып, алдымен жасақ шығарғысы келмеді. Үшінші, Дұңжо батысқа көшіп, мен өкшелей қуғанда атты сайлау сардар сарбаз жіберіп, түнделетіп маған көмектесулерің керек еді. Бірақ сендер тырп етпей жатып алдыңдар да, мен жеңіліске ұшырадым. Маңда туыс, мұның дұрыс болмады. Дұңжоны неге өкшелей қуасың? Еңбек сіңіремін деп, өмішегің үзілді. Қалайша жападан жалғыз барасың? А? Патшаны өзің жалғыз құтқармақ болдың. Сонымен Дұңжоның шырғасына түстің де жеңіліске ұшырадың. Дұрыс айтасың. Жеңілтектік істеп Дұңжоның торуылына жолыққаным рас. Алайда мен шырғаға түскен кезде қалың қол жабал ұмтылса, Дұңжоның басын алып патшаны құтқаруға әбден болушы еді. Өйткені олар бір рет торуылдаған соң екінші рет торуылдамас еді. Дұңжо алғаш торуылда жеңген соң масаттанып асқақтайды да, мені қууға ешкімнің батылы бармай деп салғыстаушы еді. Қуғыншы қосынның тағы келетіні оның шықтаса түсіне кірмес еді. Маңда туыс, әскери айлаға жеттік екенсің. Амал нешік, жеңілген соң қуа беруге шамам келмеді. Алайда қайтып келсем, бектер қой сиыр сойып, шарап ішіп, сайран құрып жатыр екен. Осы жолы жеңілген соң, көмейлеріңді әбден түсіндім. Ауыздарында хан патшалығын сүйеп қарақшыларды жоямыз дегендеріңмен, іс жүзінде көздегендерің бас пайдаларың екен. Осыларыңа
Қатты намыстандым. Ендеше, қош. Сенің бұл... Шүәнді, сен де кетесің бе? Саңғын, тұра тұрыңыз. Әсілінде қоштасып кеткен адам едім. Ел үшін еңбек етсем деген ой мазалап, айнал соқтап тұрғам. Басалқа сұраған екенсіз, мен де төтесін айтайын. Ағайын үшеуміз одақтарыңызға қосылғалы талай еңбек сіңірдік. Бірақ ешқандай олжа алмадық. Оның есесіне қайда барсақ тұмсығымыз тасқа тиді. Мен де төтесін сұрайын. Ағайын екеуің қарақшыны жойып, хан патшалығын сүйемелдейсіңдер ме? Әлде қарақшыны жоюды сылтау етіп, билікті қымқырмақсыңдар ма? Сондықтан қараның қатарына түссем де, сенің қатарыңда жүруді намыс санаймын. Юан басалға. Мен Сүнжен, одаққа қосылғалы, атойлап алда жүріп, бәйманы, хулауды алдым. Алайда үлкен қосының көмегіне ие болған емеспін. Соның кесірінен жасақтарымның жартысынан айырылдым. Енді олардың ата-анасына қай бетіммен қараймын. Сүн Саңғұмына сөзіңе қарағанда, сен де кететін болғаның ба? Солай. Айырылысарда араздаспайын. Жарақатым асқынып барады. Енді сайысқа шыға алмаспын. Ертең қолымды бастап, өзеннің шығысына қайтам. Сүн Саңғұнның жанына батып бара жатқан тән жарас емес. Қайта әлгі мирас таңба болар. Не дейсің? Вентайтус, жамандығымды ел білмесін десең, жамандық істеме деген. Әлгі мирас таңба патшаның жаны, сарайдың асыл қазынасы. Әр қандай адамның меншігін айналдыруына болмайды. Оны жасырған адам елге қастық сайлаушы деп қаралады. Мирас болған қастас таңбан алған екенсің. Бектерді күмәннен арылту үшін оны маған беруің керек еді. Мен оны сарайға көктің ұлына табыс етіп, ел қорғаған еңбегіңді марапаттар едім. Әйтпесе бектер, басымызды бәйтігіп қарақшыны жойғалы жүрсек, қарақшы қасымызда жүріпті. Патшаның билігін қымқырмақшы болған қарақшы қатарымызда жүр екен демей ме? Не болды? Юан басалға қол жасырып, мен өлтірмексің бе? Олай емес. Мен басалқа болған екенмін. Әділ болмасам болмайды. Қалайда ел таңбасын қайтарып аламын. Вентайтус, қате түсінбегейсің. Келіңдер, Сүнжен тұтсаңдар! Қош, келіңдер! Вентайтус, қате түсінбе. Екеуміз де ертеңімізді ойлайық. Юан басалға ашығын айтшы. Мен ел таңбасын жасырдым ба? Жоға, мүлде олай емес. Мен патша болуға қарманған қарақшымын ба? Жоға, емес. Мүлде олай емес. Жарайды. Ендеше әр бағыттағы бектерге қалай түсіндіресің? Сүнжен жарас асқынғандықтан қолын бастап, емделгелі өзенің шығысына кетті деймін.
оңбаған. Қар есекке теріс мініп, жауласу жолына түскен екен. Осы кеткеннен қашан жолығамыз? Енді жолыққанда доспыз ба, жауымыз ба? Бірдеңеден қиын. Бұдан кейін қандай істі болса да екеуіңді жау санамаймын. Ұлы хан патшалығына адал адамның барлығы менің досым. Кім-дегім хан патшалығына опасыздық жасап, қарақшылардың сойылын соқса, маған дұшпан болады. Дұрыс айттың. Шөнді, сонда қайда бармақшысың? Күңсін Саңғын шақырды. Пиңян ауданында тұрамын. Сау Саңғын, Сүн Саңғын, сіздерші? Мен қолымды бастап Яңжуға барып, елді құтқарудың амалын қарастырам. Мен өзеннің шығысына қайтып, жарам демдетем. Жарам жазылған соң, шекараны қорғап ел тыныштығын сақтаймын. Өкінішті ақ, ардагер азаматтардың басы әрең қосылып еді. Тағы да алды-алдымызға кеткел отырмыз. Хан патшалығындағы зобалаң аяқтамайтын болды. Бұл сөзің дұрыс болмады деймін. Төтесін айтты деме. 18 бектіктің ішінде тек сен екеуміз ғана Сүнжанды батыр деп қараймыз. Қалғаны батыр емес, түгел қан дес. Олар көп ұзамай бір-бірімен қырқысады. Сондықтан ертерек кетіп қалғанымызда табылған ақыл болды. Онда аман тұрыңыздар. Шөнді, сау бол. Шөнді, сау болыңыз. Сау Саңғын, Сүн Саңғын, аман тұрыңыздар. Маңда туыс, сау болыңыз. Үнтай туыс тұра тұр. Өзіңнен бір нәрсе сұрайын. Егер қиналатын болсаң айтпай-ақ қой. Сұрай беріңіз. Ел таңбасын рас қолға түсірдің бе? Сүнжан туыс, төт айтты деме. Ол саған бақыт емес, қайта пәлі тауып әкелер мекен. Үйен-шаулар патша боламыз деп қарманып жүр. Олардың көкейін тескен сол таңба. Жаман тас үшін аспан астындағы елдің бәрін жауға айналдырып алма. Маңда туыс, сізде кен жолым Сүнчуәннің сөзін айттыңыз ғой. Сүнчуән? Сүнчуән, сау-сау көкөңе сәлем бер. Сәлеметсіз бе, сау көке? Сүнчуән, Тим патшасы осы таңбаны ұрпақтар бойы жалғасын деген екен. Бірақ екі ұрпаққа жалғасып, патшалығы күйреген дейді. Дұрыс айтыпты. Көз қарасы жақсы. Баланы жастан деген осы ғой, а? Сүнчуән, Сүнса, жүрейік. Сау тұрыңдар. Сүнәулеті шетінен батыр, табындырып таңдай қақтырады. Алаңдатпай да қоймайды. Яншау құпия қатшы беріп, маған Сәнжидудан тосып, Сүнжанның басын алып, таңбаны тартып ал. Іс орындалған соң,
жейжудың 3 қаласын 5000 сәрі алтын, 3000 саңлақ беремін депті. Яншау қалайша Сүнженнің басын алды екен, Мені жейжу дуанындағы қайырымды қалпымнан айырғалы отырма қалай? Мені қалайша қиынайды? Бұған мен таң қалып тұрмын. Ием, Яншау Сүнженнен әлде қайда күшті. Таңбаға қол созған екен, оның патша болғысы келгені. Оған көмек қолыңызды созсаңыз, Жеңжоу қамғайықсыз болумен бірге, бұлайғы жерде Яншаудың күшінен пайдаланып, оратын тауып, іргемізді Жеңжоу, Жейжуға қарай кеңейсек, болашағыңыз нұрлы болмай ма? Оның үстіне, Сүнжен сізді кісімісің демейді. Өзеннің шығысындағыларды бізге соқтығып келеді. Мен Яншаумен одақтасып, Сүнженға шабуыл жасауды құптаймын. Яншаудың күшінен пайдаланып, Жеңжоуды қатерден айықтырайық. Сүнжен асқан батыр ғой. Екеуің оған тең келе аласыңдар ма жоқ па? Ием, Сүнженнің батыр екен рас. Алайда батыр аңғал. Менің бір амалым бар. Егер сол амалды қолданатын болсаңыз, Сүнженнің көзін жоясыз. Әке, біреу Яншаудың құпия елшісімін дейді. Сізбен жолықпақшы екен. Ол қайда? Кімсің? Маған неге жолығасың? Мен Юаншу чатырының ақылшысы Фәнжеммін. Юан Саңғұнның тапсыруымен өзіңізді тосып тұрмын. Қандай жұмыс? Айта бер. Саңғұн, мынаны оқыңыз. Өзіңізге тәнтімін. Бұрын одақтасқанда Яншаудың жарлығымен азық-түлігіңізді тартып қалған едім. Яншау патша болуға қамданғалы қашан. Ол одақтың күшінен пайдаланып, өз күшін ұлғайтып, Доңжоның орнын баспақшы. Ол Жеңжоудағы Лю-Бяоға құпия хат жазып, қомақты пайда берем деп, Сәнжиндуда торуылдап, ел таңбасын тартып алуды тапсырды. Сүнжен туыс, абай болғайсыз. Юаншу бұл құпиялықты маған қалайша айтады? Сонда Юаншаудың інісі болмағаны ма? Аталас болғанның бәрі армандас болады дейсіз бе? Менің ем әділетшіл. Ал Юаншау көріністі қамқорсығанымен ішінде ит олып жатқан арамзаның өзі. Менің ем сізді зобаланға ұшырамасын дейді. Юаншаудың аспанасын балықтырғанын тіпті қаламайды. Юаншу хатында маған құрметін көсіле баяндап, менімен тонның ішкі бауындай бірлесіп, ол істерді бірге істемек болыпты. Екеуі тонның ішкі бауындай болып көрінгенімен, іштей арбасып жүрмек беді. Менше, екеуінің көкөйін тескені ел таңбасы. Қане, айтыңдаршы, ол екеуіне қалай төтеп береміз? Әке, менше Юаншу Юаншаудан қандес. Өзінің аталас ағасын сатып отыр. Біздің қосынымыз қатты соққы ұшырады. Сіз жаралысыз. Амал қалмай бара жатқанда болмаса, Лю-Бяомен соғыспайық. Амалын тауып, Сәнжиндудан айланып өтейік. Сәнжинду өзеннің шығысына баратын маңызды жол. Қайықтарға сол арадан тосыңдар деп бұйрық берген. Айланып өтсек, қайықтар сол арада бекер тосады. Оның үстіне 20 шақты күн кешігеміз. Әсіресе қосынның астық жем-шөбі таусылды. Ал қалған астық жем-шөбіміз қайықта. Ашу шақырмаңыз. Ем, бір ойым бар. Айт. Бар пәле сол ел таңбасында. Сол таңбаға ие болғаннан бері
Бек сұлтандар сізге итше ырылдайтын болды. Юаншаулардың осы ел таңбасына өмешегі үзіліп отыр. Ем, соны неге Юаншу мен Юаншаудың ортасына тастай салмайсыз? Сонда Қырқысып өзеннің шығысы аман қалады. Қоң өкі, олай істеуге істе болмайды. Ел таңбасын әкеме көк тәңірі берген. Оны қалайша басқаларға бере саламыз? Әке, менше Любияу жұбына жетіп мәлкілдеп отыр. Біздің қолымызға су құйып та бере алмайды. Мен 5000 сығай қол құрап, өзім атауші болсам, 3 тәулікте Любияу тұстап, Жеңжуды сөзсіз бағындырамын. Балам, Жеңжудың қамалы берік. Қалада 10 неше мың ірікті жасақ бар. Бірден алу мүмкін емес. Чыңпу Хуангай, Бармыз! екеуін қолды бастап сән Жиндудың ту сыртынан барып жауды шырғалаңдар. Ләппәй! Сүнсі, Бармын. сен 2000 ірікті қолмен оңтүстіктен торуылда. Ләппәй! Любияу қол аттандыратын болса, сендер тап беріп, Любияудың басын алыңдар. Әке, сізші? Любияудың көздегені менмін. Мен неше жүз қаусаған қолмен барып, Любияуға жолығам. Любияу! Менің басымды алмақсың ба? Сүнжан туыс, аман есенсің бе? Юаға, сонда қайда барасыз? Саған болмашы тартуысын бақшымын. Юаншаудың маған жазған құпия хаты. Рас екен ау. Юаншау сізге торғылдап соқ деді ме? Мені сенен артық түсінетін кім бар? Жасым 50-ден асты. Ауыр сырқаумын. Алып ішіп тұрған арманым жоқ. Өзімден қауқар кетті. Жеңжудағы 9 аймақты сақтап, жоғарыда патшаның шапағатын ақтап, төменде халықтың үмітінен шықсам болды. Алайда Юаншау осы арада торғылдап сені ұста деген болатын. Қыспақта қалып отырған жайым осы. Сонда Лиуаға қандай бекім жасадыңыз? Мен ойлана келіп, осы арада қол бастап, шеп құрай. Барлығы да жалған, басқалардың аузын жауып, Юаншауды алдаусыратайын дегенге келдім. Сүнжан туыс, қолыңды бастап, шебімнен кесіп өтіп, Сән Жиндуға тіке тартуыңа болады. Алаңсыз бол, дабылдарын қағылса болды. Жеңжу қосыны дереу шегінеді, әсте соғыспайды. Содан кейін Юаншауға қабілетсіз болдым, сәтсіздікке ұшырадым, қолым ауыр шығындалды деп мәлімдеймін. Сонда Юаншауға да, сағанда да жек көрінішті болмаймын. Сүнжан туыс. Бұлай болғанда істікте, төстікте күймейтін болады. Менің амалым осы. Сенші қалай? Мұныңыз рас па? Әрине. Алайда менің саған бір қоятын талабым бар. Айтыңыз. Бұдан бұлай біз бейбіт қатар тұрсақ қалай? Өзеннің шығысындағы жасақтар Жеңжу жеріне сұғанақтық жасамау керек. Юаға, бұдан бұлай өзеннің шығысындағы жасақтар Жеңжуға аттап баспайды.
Егер бұлай істесең, саған рахмет айтар едім. Сүнжан бауырым, қолыңды бастап, жарып өте беруіңе әбден болады. Қырыңдар!